Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы изопроцестер, изопроцестердің графигі. Бүгінгі сабақта тұрақты температура кезінде қысымның көлемге тәуелділігін, тұрақты қысым кезінде газ көлемінің температураға тәуелділігін және тұрақты көлем кезінде қысымның температураға тәуелділігін зерттей аламыз. Сонымен қатар сандық және графиктік есептер шығаруда газ процестерді қолдана аламыз. Жалпы изопроцестер дегеніміз тұрақты массада жүйенің бір параметрлі тұрақты болатын күйді айтамыз. Бірінші изотермалық процесс. Изотермалық процесс кезінде температураның тұрақты мәнінде берілген газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісі тұрақты шама болып қалады. Яғни P1-дің V1-ге көбейтіндісі тең P2-ның V2-ге көбейтіндісіне. Бұл заңды Бойл-Мариот заңы деп айтамыз, себебі оны ашылған Роберт Бойл және Эдем Мариот. Газ массасының тұрақты температурада берілген процесін қарастырайық. Бұл изотермалық процесс, яғни температура тұрақты. Манометр бастапқыдан нөлді көрсетеді. Енді поршенді төмендеткен кезде газдың көлемі азаяды. Сондықтан молекулалар мен оның ыдыс қабырғалары арасында қашықтықта азаяды. Бұл молекулалардың ыдыстың қабырғаларымен соқтығысуының күшейіне әкеледі. Және де осыған байланысты газдың қысымы жоғарылайды. Осылайша сығылу процесі кезінде ыдыстан энергия алынады және газдың температурасы өзгермейді. Поршенді жоғары көтерген кезде бұл молекулалар мен ыдыстың қабырғалары арасында қашықтықтың ұлғаюына әкеледі. Молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуларының саны азаяды, яғни бұл қысымның төмендеуін білдіреді. Сонымен берілген массаның қысымы оның тұрақты температурада алатын көлеміне кері пропорционал. Изотермалық процестің графигін қарастыратын болса, P және V координатасында P қысым артқан сайын газдың көлемі азая береді, яғни гипербола болады. Ал қысымның температураға тәуелділік графигінде температура тұрақты, қысым артып келе жатыр. Ал көлемнің температураға тәуелділігінде көлем артып келе жатыр, температурамыз тұрақты шама болып қалады. Изобаралық процесс кезінде қысым тұрақты, газдың тұрақты қысымында оның көлемінің температураға қатынасы тұрақты шама болып қалады. Яғни V1-дің T1-ге қатынасы тең V2-ның T2-ге қатынасы. Бұл заңды ашқан француз ғалымы Гей-Люссак, сондықтан да бұны Гей-Люссак заңы деп те атаймыз. Поршень астындағы цилиндрде еркін қозғалатын газ бар. Манометр бастапқыда нөлді көрсетеді. Газды қыздырған кезде қысым бастапқыда артады, өйткені молекулалар тезірек қозғала бастайды және ыдыстың қабырғаларымен жиі соқтығысады. Бірақ поршень еркін қозғала алатындықтан молекулалардың қозғалыс әсерінен поршень жоғары көтеріледі. Бұл бір жағынан газ көлемінің ұлғаюына, ал екінші жағынан қысымның төмендеуіне әкеледі. Поршеннің жоғары қарай қозғалысы атмосфералық қысым күші поршеньге газ жағынан берілетін қысым күшіне тең болатынымен түсіндіріледі. Сонымен берілген массаны изобаралық қыздырғанда оның алатын көлемі абсолют температураға пропорционал болады. Изобаралық процестің графигін қарастыратын болса, қысымның көлемге тәуелділігін қарастыратын болса, қысым тұрақты, көлем артып келе жатыр, яғни түзу сызық. Сол сияқты қысым мен температура тәуелділігін қарастыратын болсақ, бұл кезде де температура артып келе жатыр, ал қысым бізде тұрақты күйінде қалады. Ал көлемнің температураға тәуелділік графигінде қысым тұрақты болғандықтан график координата осының басынан басталатын түзу сызық болып келеді. Изохорлық процесс кезінде көлем тұрақты, газдың тұрақты көлемінде оның қысымының температураға қатынасы тұрақты шама болып қалады. Яғни формуласы P1-дің T1-ге қатынасы тең P2-ның T2-ге қатынасы. Бұл заң оны ашқан Шарль Жак Александрдың құрметіне Шарль заңы деп аталады.
Көлемі мен массасы тұрақты болатын идеал газбен жүретін процесті қарастырайық. Бұл процесс изохориялық. Ыдысты газға толтырайық. Тұрақты көлемде болатын процесте температура жоғарылаған сайын молекулалардың қозғалыс жылдамдығы артады және тұрақты көлемде ыдыстың қабырғаларымен соқтығысу саны артады. Бұл қысымның жоғарылауын білдіреді. Сонымен берілген массада изохориялық процесс кезінде оның газдың қысымы температураға пропорционал болады. Изохориялық процестердің графигін қарастырайық. ПВ координатасында көлем тұрақты болып қалады, қысым артып келе жатыр. Ал ПТ координатасында, яғни қысымның температураға тәуелділігінде график координата бас осінен басталатын тік түзу сызық болып табылады. Және ВТ тәуелділігінде көлем тұрақты, ал температура артып келе жатыр. Енді осы процестерге тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: 1 мегапаскаль қысымда 10 литр ауасы бар ыдысты сыйымдылығы 4 литр бос ыдыспен жалғайды. Ыдыстарда орнаған қысымды анықтаңдар. Процесс изотермалық болады. Есептің берілгенін жазамызда өлшем бірліктерді халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. 1 мегапаскаліміз 10-6 дәрежесі паскаль, 10 литр 10 көбеті 10-3 дәрежесі метр куб, 4 литр 4 көбеті 10-3 дәрежесі метр куб. Шешуі: изотермалық процесс үшін формуланы жазамыз, яғни P1 көбейтілген V1 тең P2 көбейтілген V2-ге. Осы жерде ескертетін жағдай, біздің екінші ыдысымыз бос, яғни жалғаған кезде газ барлық екі ыдысқа тарайды. Сондықтан V2 тең дельта V1 қосылған V деп аламыз. Орнына қоятын болсақ, P1 V1 тең P2 жақшашылған V1 қосылған V. Осы жерден формуланы түрлендіріп, қысымды P2-ні табамыз. P2 тең P1 көбейтілген V1-дің V1 қосылу V-ға қатынасы. Сан мәндерін орнына қоятын болсақ, P2 тең 714 көбейтілген 10-3 дәрежесі паскаль немесе 714 килопаскаль. Келесі есеп: 280 кельвин температурада тығыздығындалған бөтелкенің ішіндегі ауа қысымы 5 дәрежесі паскаль. Егер суық бөтелкеден тығынды 10 ньютон күшпен жылып алуға болатын болса, тығын ұшып шығу үшін бөтелкені қандай температураға дейін қыздыру керек? Тығын қимасының ауданы 4 сантиметр квадрат. Берілгенін жазамыз. Бұл жерде бізде аудан сантиметр квадратпен беріліп тұр. Ендеше оны халықаралық бірліктер жүйесінде метр квадратқа айналдырамыз. 4 көбеті 10-4 дәрежесі метр квадрат. Бұл есепте изохориялық процесс, яғни газдың көлемі өзгермейді, себебі бөтелке тығыздығында тұр. Ендеше шар заңының формуласын қолданамыз. P1-дің P1-ға қатынасы тең P2-ның P2-ге қатынасы. Енді бұл жерде екінші бөтелкедегі қысымды табу үшін біз күштің ауданға қатынасының қысымның формуласын алып, шан мәндерін орнына қойсақ, 0,25 көбейту 5 дәрежесі паскаль шығады. Енді мына бірінші формуладағы түрлендіріп, P2-ні табатын болсақ, P2 тең P1 көбейтілген P2-ның P1-ге қатынасы. Сан мәндерін орнына қоятын болсақ, 70 кельвин шығады. Енді осы процестерге ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін тапсырмаларды қарастырайық. Суретте изобарлық процесті көрсететін график. Изобарлық процесте қысым тұрақты. Ендеше бірінші суретте қысым тұрақты болып тұрған бізде үшінші сурет. Екінші суретте бізде қысым тұрақты болып тұратын ол алтыншы. Қысым тұрақты алтыншы сурет. Және көлем мен температура байланысын көрсететін графикте бізде ол графиктің координатаның басынан басталатын 8-ші сурет. Ендеше дұрыс жауабы 3, 6, 8.
Келесі тапсырма. Бұл жерде бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар. Бойль-Мариот заңы. Бойль-Мариот заңында температура тұрақты. Яғни, ендеше дұрыс жауаптарын қарастырайық. Бірінші, температура тұрақты болған кезде өзгеретін шамалар бізде қысым мен көлем. Ендеше дұрыс жауабы С жауабы. Және P1-дің P2-ге қатынасы тең V2-ның V1-ге қатынасы деген жауап. Сонда екі дұрыс жауап бар екен. Сонымен бүгінгі сабақта біз тұрақты температура кезінде қысымның көлемге тәуелділігін, тұрақты қысым кезінде газ көлемінің температураға тәуелділігін, тұрақты көлем кезінде қысымның температураға тәуелділігін зерттедік және олардың графигін ажырата алдық.